Соңғы бірнеше айда қазақ тілді интернетте моңғолдарға қазақофобия бар екен. Қазақстан Моңғолияны жаулап алып, тарихын иемденіп кетеді деп ойлайды екен деген әңгіме тарай бастады. Бұл сөздер әлеуметтік желілерде тез тарап, кейде бүкіл моңғол қоғамының пікірі ретінде көрсетіліп жүр. Алайда Моңғолия медиасы мен қоғамдық талқылауларға қарасақ, жағдай бұдан әлдеқайда күрделірек. Ең алдымен Моңғолияда Қазақстанды нақты әскери қауіп ретінде қабылдайтын жаппай көңіл күй байқалмайды. Оның үстіне қарапайым географиялық факторды ескерсек, Қазақстан Моңғолияны басып алады деудің өзі логикаға сыймайды. Екі елдің ортақ шекарасы жоқ. Оларды Ресей мен Қытайдың 40 шақырымдық таулы аумағы бөліп жатыр. Сондықтан шекаралас емес елдің әскери экспансиясы туралы сөз қозғаудың өзі абсурд. Моңғолияның ресми билігі Қазақстанды орталық Азиядағы маңызды саяси және экономикалық серіктес ретінде ғана қарастырады. Бірақ бұл сыбыс жайдан жай шыққан жоқ. Моңғолияның ұлтшыл бағыттағы интернет ортасында қазақтарға қатысты бірнеше тұрақты күдік бар. Бұл пікірлер негізінен Facebook желісіндегі моңғолдық радикалды ұлтшыл топтардың парақшаларында және анонимді блогерлердің жазбаларында кездеседі. Олардың алаңдайтыны Баян Өлгий аймағының болашағы, ортақ тарихи мұраға талас және Қазақстанның мәдени ықпалы. Бұл пікірлердің күшеюіне Баян Өлгейде Қазақстан консулдығын ашу туралы келісім себеп болды. Ресми тұрғыдан бұл қалыпты дипломатиялық қадам болғанымен, кейбір моңғол ұлтшылдарының парақшаларында бұл консулдық Қазақстан ықпалының орталығына айналады. Қазақ сепаратизмнің күшейтеді деген қауіп айтылды. Алайда бұл тұжырымдар нақты саяси қозғалысқа емес, этникалық қорқынышқа негізделген. Керісінше, моңғолиялық қазақтар өздерін Моңғолияның толыққанды азаматтары ретінде сипаттап, нақты сепаратистік пиғылдан аулақ екенін үнемі дәлелдеп келеді. Екінші маңызды мәселе – тарихи мұра дауы. Қазақстанда Алтын Орда, Жошы ұлысы және Шыңғыс хан дәуіріне қызығушылық күшейген сайын, Моңғолияда да оған реакция пайда болды. Дау тек империялар тарихымен шектелмейді. Қазіргі интернет кеңістігіндегі ең өткір пікірталастардың бірі ортақ ру тайпаларға Найман, Керей, Жалайыр, Қоңырат, тағы да басқаларға қатысты. Бұл тайпалардың түркілік немесе моңғолдық шығу тегі туралы талас ұлтшылдар арасындағы қорқыныш пен агрессияның басты генераторына айналды. Сондықтан тарихымызды тартып алады деген пікір нақты ғылыми даудан гөрі тарихи мұраға иелік ету жөніндегі ұлттық бәсекенің көрінісі. Демографиялық қорқынышты факторлерге мүлдем сәйкес келмейді. Кейбір әлеуметтік желі жазбаларында Моңғолияда миллионға жуық қазақ тұратыны туралы фейк ақпарат айтылды. Алайда ресми санақтар бойынша қазақтар Моңғолия халқының шамамен 4% ғана құрайды, яғни шамамен 100 мыңнан сәл асады екен. Сондықтан бұл сыбыстардың артында белгілі үшінші тараптың ақпараттық ықпалы тұруы мүмкін екенінде жоққа шығаруға болмайды. Екі тату мемлекеттің арасына іріткі салу, жасанды геосаяси қорқыныш тудыру және ұлтаралық араздықты қоздыру көбіне бот фирмалар немесе аймақтағы басқа ірі ойыншылардың саяси технологиялары арқылы іске асырылуы ықтимал. Қорыта айтқанда, Моңғолия қоғамындағы көңіл күй біртекті емес. Оны үшке бөлуге болады. Біріншіден, радикалды ұлтшылдар. Қазақтарды тарихи және аумақтық қауіп ретінде көреді. Желіде ең көп шу шығаратындар осылар. Екінші, қалыпты ұлтшылдар. Қазақстанмен қарым-қатынасқа қарсы емес, бірақ сыртқы ықпалмен тарихи мұра мәселесіне сақ қарайды. Үшінші, прагматиктер. Қазақстанды тек экономикалық және саяси серіктес деп санайды. Мемлекеттің ресми саясаты да осы бағытта. Сондықтан моңғолдар қазақтардан қорқады деген тұжырымды бүкіл халыққа тарату дұрыс емес. Олар Қазақстанның келіп Моңғолияны жаулап алуынан емес, өздерінің тарихи символдары мен шекаралық аймақтағы бақылауын жоғалтып алудан қауіптенеді. Ал интернеттегі қазақтар Моңғолияны басып алады деген сөз маргиналды топтардың алаңдаушылығын барынша үлкейтіп, сенсацияға айналдырған жалаң нұсқа ғана.